Сонымен, қаншаншы есепке келген едік? Көрініп тұр ғой, барлығы 11 есепті біттік, 12-ші есепке келдік. 12-ші есепті өткен жолы шығарған болатынбыз. Төмендегі диаграммада арыс хоккей көрініп тұр ғой, дауысым естіліп тұр, барлығы нормальный. Төмендегі диаграммада арыс хоккей командасындағы ойыншылардың жылдық орташа жалақысы көрсетілген. Ойыншылардың 2016 жылы жалақысы 2011 жылымен салыстырғанда қанша пайызға өскенін табыңыз дейді. Ең бірінші болып біз бұл жерде 2011 жылы қанша екендігін біліп алайық. 180 мың екен. 2016 жылы қанша болған? 216 мың болған. Яғни қанша пайызға өскенін табуымыз керек. Қанша пайызға өскенін табу үшін ең бірінші болып біз қаншаға өскенін тауып алу керек. Қаншаға өскенін тауып алу керек. Ол үшін не істейміз? 216 мыңнан 180 мыңды азайтамыз. Калькуляторды ашып алайын қазір. 216 мыңнан азайтамын 180 мыңды. Қанша болады? 36 мың болады екен. Яғни 36 мыңға артқан. Артқаны 36 мың бізде. Плюс 36 мың болған. Жақсылап мұқият қарап отырында, қазір сұрақ қоямын осыған байланысты. Плюс 36 мың болды. Енді осы 180 мың 100%-ді берсе, 180 мың бізде 100%-ді берсе, 36 мың қанша болады? Соны табу керек. 36 мың қанша болады? X. Соны табу керек. X табу үшін 36 мыңды 100-ге көбейтіп, 180 мыңға бөлу керек. Түсінді ме? Так. X табу үшін 36 мыңды көбейтемін 100-ге, бөлемін 180 мыңға. 20 болды. Пайыз 20. Яғни 20 пайызға ол не істеген екен? Артқан екен. Д жауабын белгілейміз. Түсінікті ма? Мына есепті қалай шығарғанымыз түсінікті ма? Чатқа жазамыз, түсінікті емес екендігін. Так. Чатқа жазамыз, мен күтіп отырмын. 12-ді. 12-ді. Так, өшіремін. Чатты көрейік. Түсінікті. Қол көтереміз, сұрақ қоямын. Қол көтереміз, сұрақ қоямын. Ботагөз. Қосылыңыз. Саламатсыз ба, Ботагөз? Бұлай, сізге сұрақ. 2013 жылдан 2014 жылға қанша пайызға көтерілді? 2013-тен 2014-ке қанша пайызға көтерілді, соны табуымыз керек. Не істейміз бірінші болып? Бірінші 199 мыңнан 192 мыңды азайтамыз. Так, 199 мың. Қазір мен жазамын сіздің орныңызға калькуляторға. 199 мыңнан азайтамыз. Қаншаны? 192 мыңды. 192 мың. Яғни сіз 2014 жылғыдан 2013 жылға азайттыңыз. 7 мың теңге болды. Енді не істейміз? Пропорция құрамыз. Құрыңыз. 192 мың 100% болса. 192 мың бізде 100% болса. 7 мың X%. 7 мың бізде X%-ді беру керек. X%. Яғни 7 мыңды көбейтеміз 100-ге. Қазір. Бөлеміз 192 мыңға. 7 мың көбейту 100, бөлінген 192 мың. Қанша болды екен? 3,64 болады екен, е? 3,64 пайызға артқан екен 2013-тен 2014-ке. Жақсы, жарайсыз. Дұрыс есептедіңіз, пропорцияны дұрыс құрастырдыңыз, өшіре берсеңіз болады. Так, келесі 13-ші есеп түсінікті шығар, бұл есеп. 13-ші есеп. Лаура мектеп кітапханасында кітап түптеуге көмектесті. Ол бірінші күні түптеуге тиісті кітаптардың жартысын және 3 кітап түптеді. Лаура екінші күні одан қалған кітаптардың жартысын және 5 кітап түптегенде түптелмеген 7 кітап қалды. Лаура барлығы қанша кітап түптеу керегін табыңыз дейді. Енді барлық кітапты біз X деп ойлайық, барлық кітапты X деп ойлайық. Бірінші күні түптеуге тиіс кітаптардың жартысын және 3 кітап түптеді. Яғни бірінші күні ол X бөлінген 2, жартысы дегеніміз X бөлінген 2 кітап, және қосамыз қанша кітап? 3 кітап түптеген. Хорошо, ол бірінші күні еді.
Екінші күні ше. Екінші күні одан қалған дейді. Енді одан қалған дегеніміз мына баңелегі x-тан азайтамын. X бөлінген 2-ні, сосын 3 кітапты да азайтып тастаймын. Мынау содан қалғаны болды. Осылардың жартысы дейді бізге енді. Мына қалған, Лаура екінші күні одан қалған кітаптардың саны міне тұр. Мына одан қалған кітаптар, өйткені басында ол x еді. Қазір одан азайтып тастаймыз. X бөлінген бірінші күн кітаптарды азайтып тастадым. Осының жартысы дегеніміз 2-ден бірі ғой. Жартысы және 5 кітап, плюс 5 кітап. Мынаны түсіндіңдер ғой мына жерді. Ең кульминацион момент осы жер. Мынау бірінші күні, мынау екінші күні. Үшінші күні түптелмеген 7 кітап қалды дейді. Яғни үшінші күнгі бізде оңай екен, 7 кітап қалыпты. Енді не істеймін? Енді мынаның барлығын қосқан кезде не шығу керек? Мынау үшінші күнгі кітаптар, мынау екінші күнгі түптелген кітаптар, мынау фиатимен белгілегенім бірінші күнгі кітаптар. Осы үшеуін қосқан кезде не шығу керек? Бізде x шығу керек, Барлық кітап саны қайтадан шығып тұра беру керек қой, ешнәрсе өзгермейді ғой. Мына жақта да барлық кітап тұр, мына жақта да барлық кітап тұр. Біз теңдеуді құрастырып алдық. Енді теңдеуді орындауымыз керек. Бірінші мынаның барлығын 2-ге көбейтуге болады. Барлығын 2-ге көбейтіп жіберемін. Сонда x, мына 2 мен ана жақтағы 2 қысқарады. X қосу 6. Не ма? Мынаны 2-ге көбейтсем, полына қысқарып кетеді да, плюс x минус x бөлінген 2 минус 3. Мынаның өзі шыға салады қайтадан. Өйткені көбейткен кезде 2 мен 2 қысқарып кетті, мынаның өзі қалды. 2-ге көбейтеміз, дальше мына 10, дальше мына 14. И мына жақта не болды? 2x болды. Сондай ма? Енді тағы да бөлшек бөлімінде 2 тұр. Тағы да құтылам 2-ден. Сонда 2x 2-ге көбейтіп жіберем. Барлығын. Плюс 12 плюс 2x азайту x азайту 6 қосу 20 қосу 28 тең 4x. Дұрыс па? Тағы да 2-ге көбейтіп жібердім мына жерде. Ол не үшін? Мына бөлімдегі 2-ден құтылуым үшін барлығын 2-ге көбейтіп жібердім. Енді x-тарды қосып шығайын. 2x-ға 2x 4x, одан x жазсақ 3x, 3x мына x минус өтеді, сонда 4x азайту x қалады теңдіктің мына жағында. 3x қалады. Теңдіктің мына бетінде 12 минус 6, 6, 6-ға 20, 26, 26-ға 28, 54. 54. 4x-тан 3x азайтсақ x қалады. Яғни осы біз іздеп жатқан x, мына жақта 54-тің өзі тұрады. Яғни бізге Лаура барлығы қанша кітап түптеу керек еді? 54 кітап түптеу керек екен. Түсіндіңдер ма? 13 бізде D. 13 бізде D болады екен, дұрыс. Так. Ол бірінші күні қанша кітап түптеді? 54-ті 2-ге бөлемін 27. Бірінші күні ол 30 кітап түптеген. Екінші күні қалған кітап 24-тің жартысы 12, 12-ге 5, 17. Бірінші күні ол 30 кітап, екінші күні ол 17 кітап, үшінші күні тағы да 7 кітап түптейді. Барлығы болып тағы да бізде не шығып тұр? 54 шығып тұр. Есеп түсінікті болса, чатқа жазып қойыңдар, түсінікті деп. Кейін қайта YouTube-тан көріп тамашалап аласыңдар. Түсініксіз болғандарға. Түсінікті дейді. Ағай, сабақты YouTube-қа саласыз ба? Салынады. Келесі 14-ші есеп. 14-ші есеп. Тәуліктің өткен уақыты қалған уақытынан 3 есе кем. Қазір сағат неше екенін табыңыз дейді. Мысалға 14:00 деп ойлайық. Тәуліктің өткен уақыты 14 сағат өтті. Қалған уақыты 24-ке 10 сағат қалды. Тәуліктің өткен уақыты қалған уақытынан 3 есе кем. 14 10-нан 3 есе кем ба? Жоқ. Онда емес. Сондықтан да біз 14:00, 12:00 деген жауаптарды ала алмаймыз. 18:00 тем более ала алмаймыз. Өйткені 18:00-ге дейін 18 сағат өтті. Қалған сағаттар саны 6. 18 6-ның 3-тен 1 бөлігі емес. 6 18-дің 3-тен 1 бөлігі. Бірақ та 18 емес қой. Сондықтан да
біз бұл жауаптарды ала алмаймыз. Тек қана бізде 6 деген жауапты алуға болады екен. 6:00 болған кезде тәуліктің өткен уақыты 6 сағат, қалғаны бітуіне 18 сағат қалды. Яғни 6-ны белгілесек дұрыс болады. 18-дің 6-дан бір бөлігі не болғандықтан, сол не болғандықтан дегенімше 18-дің 3-тен бір бөлігі болғандығы үшін солай белгілейміз. Жауап бізде Е. Түсінікті ма есеп? Е, 14 Е. Есеп түсінікті ма? Е депті, түсінікті. Оразгүлге бәрі түсінікті болып жатыр. Қалғандарына ше? Қалғандар үндемей отыр ғой. Чатқа жазуды білеміз бе? Қалай жазу керектігін чатқа? Төменде бізде Аружан деген қыз мүлдем не алмай жатыр. Аружанға сәлемдеме жолдап жіберейін. Қазір қоя тұрыңыздар. Аружан. Төменде сол жақ бұрышта микрофон белгісі бар. Соған бас. Сосын вызов деген сөздің үстіне бас. Қосылдың ба? Чатқа жаз. Рэп болып кетті ғой. Аружан төменде сол жақ бұрышта микрофон белгісі бар, соған бас. Сосын вызов деген сөздің үстіне бас. Қосылдың ба? Чатқа жаз болды ғой. Так, X-ті баса салайын. Келесі 15-ші есеп бізде суретте периметрі 64 сантиметр болатын шаршы тең 4 шаршыға бөлінген. Периметр 64 болса, онда олардың әрқайсысы 16-дан деген ой, әрқайсысы 16 сантиметрден дегені. Боялған бөлігінің ауданын табу керек. Боялған бөлігінің ауданын табу үшін бірінші мынаның өзінің ауданын табу қояйын. Бұның ауданын табу үшін 16-ны 16-ға көбейтемін, 256 болады. Ол бізде үлкен шаршының ауданы. Енді кішкентай шеңбердің ауданын тауып, шаршының ауданын азайтсам, боялған бөлігі қалады. Шеңбердің бірінші ауданын табу үшін радиусын пайдаланамыз. Радиус бұл жерде общий 16 болса, оның жартысы 8-ге тең. Мына жерге дейін 8-ге тең. Оның тағы да жартысы бізде 4 болады. Яғни шеңбердің ауданын табу үшін πr квадрат деген формуланы пайдаланатын едік. Пидің орнына 3-ті қоямын, r-дің орнына 4-ті қоям, 4-тің квадраты 16, 16-ны 3-ке көбейтсек 48. Енді 256 барлығы, 256-дан осы 48-ді азайтамын, 208 қалады. 208 осы боялған бөлігінің ауданы болады. Түсінікті ма есеп? 15 бізде Е болады екен, я сонда? 15 бізде Е болды, дұрыс. Келесі есепке өтейік, есеп түсінікті болса. Жазып отырыңыздар чатқа. Түсінікті, түсінікті емес деп. 16-шы есеп, Аружанды бір көріп қояйық. Так, түсінікті дейді. 2 Аружан отыр ма бізде? Жоқ, ол Аружан қосыла алмады сол күйі. Ол Аружан сол күйі қосыла алмады. Тік төртбұрыш пішіндес қаңылтырдың бұрыштарынан 1/4 шаршы кесіп алынды. Қаңылтырдың қалған бөлігінің периметрін табыңыз дейді. Периметр деген шекара деген мағынаны білдіреді. Так. 1/4 шаршы кесіп алынды. Хорошо, мына жер бізде 1, 2, 3, 4. 4 бөлік қоя клетка. 12 4-ке бөлсек, әрқайсы клеткамыз 3-тен деген ғой сонда, ұзындығы 3-тен ғой. 3. Енді периметрін табу үшін шекараларды есептеп шығу керек. Мына жерде 3-тен қаншауы бар? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жоқ, олай емес. Мен басқа әріппен белгілейін бұны. Чтобы сендерге түсінікті болу үшін басқа әріппен белгілейін. Так, 1. Мына жер не екен ғой? Так, 16. Мына жақ 16. И толық шаршыларды есептеп алайық. 1,
мына біреу, мына жағына екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алтауы бізде нені береді? Мына алтауы бізде так, үштен біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алтыны үшке көбейтсек, 12, 12-ні 4-ке бөлсек, 3-тен болады. Иә, бұлайынан болмай қалды ғой, иә? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Жетеу болған күннің өзінде болмай қалады. Тағы да. Так, бұл есепті қалай шығарамыз? Шығара алатындар бар ма? Қол көтерсінші, шығара алатындар. Шығара алатындар қол көтерсінші, осы есепті қалай шығарады? Мен что-то мына нелерден қателестім. Так. Жоқ па шығара алатындар ешкім? Жақсы, сонда келесі есепке өте береміз. Чатты бір көріп қояйын, не болып жатқан екен? Түсінікті дейді. Хорошо. 17 сандар қатарының берілген медиана 4-ке тең болу үшін, ол медиана 4-ке тең болу үшін, 4-ке тең болу үшін, так, 3 болу керек. Өйткені 1, 2, 3, 5, 7, 9. Осылай жазылады. 5 пен 3-ті аламын. X-ті орнына 3 қойған кезде 3 мына жерге жазылады. 3 суретімен. 3 пен 5-ті қосамыз. 8, 8-ді 2-ке бөлеміз 4. Медиана өткен сабақтарда өте көп қайталаған болатынбыз. 17D. 17D бірінші күнгі сабақтарды көрсеңіздер болады. 17 бізде D. Так, 16D деп қойыпты, бірақ та шыға алған жоқпыз әлі. Так, 18 бізде. 18-ші есепке өтек. Так, себеттегі алма және шабдалының қос-қостан өлшеген салмақтары көрсетілген. Яғни алма 2 рет өлшеніпті, мына жер мен мына жер, алмұрт 2 рет өлшеніпті, мына 2 тұр, шабдал 2 рет өлшеніпті. Яғни мыналардың барлығын қоса салайын. 450-ге 350, 800, 800-ге 400, 1200. Мынаның ішінде барлығы 2 реттен өлшенген. Яғни 1200-ді 2-ге бөлсем, 600 барлығын бір реттен өлшеп, қосқандағы, үшеуінің бірге алынғандағы бағасы шығады. Соналарды қостым, 2-ге бөлдім, 600 болды. Түсінікті ма есеп? Не үшін 2-ге бөлгенімді айттым. Өйткені әрқайсысы 2 реттен пайдаланды, сондықтан біреуін ғана алу үшін 2-ге бөле салдым. Немесе 2-ні жақша сыртына шығарып, 1200-ді 2-ге бөлдім, 600 болды. 18 бізде сонымен не болады екен? В болады екен. 18 В. Түсінікті ма есеп? Бұл есепті де өткен жолы бір шығарған болатынбыз. Так. Түсінікті 600 болады деді, иә, шығарған едіге, естерінде барлығы. 19-шы бағдарлама 1-5 аралығында енгізілген кез келген x санын 3 азайтуге x формуласымен есептеп, экран бетіне y-тің мәнін шығарады. Экран бетіне шығаруға болатын ең кіші санды табыңыз дейді. Ең кіші сан табу үшін y тең 3 азайту 2 көбейту 0 деп есептейсіздер, 1 мен 5-тің арасындағы 0 жоқ екен ғой. 1 мен 5-тің арасында қандай сандар бар? Бір кірмейді бірақ. Бір өйткені жай жақша қойған 2 бар. Y тең 3 азайту 2 көбейту 3 бар. Y тең 3 азайту 2 көбейту 4 бар. Көбейту. Y тең 3 азайту 2 көбейту 5 бар. Түсінікті ма? Міне, осылардың ішінде ең қайсысы кішкентай шығады жауап. Біріншісінің жауап 3 азайту 4 минус 1 болды. 3 азайту 6 минус 3 болады. 3 азайту 8 минус 5 болады. 3 азайту 10 минус 7 болады. Түсінікті ма? Яғни 5 қойған кезде минус 7 шықты. Яғни ең төменгісі бізде минус 7. Сондықтан ені белгілейміз. 19 бізде не болады екен? Е болады екен. Я, дұрыс. Түсінікті ма есеп? Бірді не үшін алған жоқ ма? Өткен жай жақша қойылған болған. 5-ті не үшін алдым? Өткен тік жақша қойылып тұр. Есеп түсінікті болса чатқа жазамыз, түсінікті деп. Түсінікті дейді. Жақсы, түсінікті болса келесі әрі соңғы есебімізге өтейік. 20-ға, сосын 16-ға қайта ораламыз. Бұл есепті де өткен жол шыға алмаған едік. Өткен сызбаның қалай екенін білмейміз ғой. Суретте берілген сынық сызықтың ұзындығын табыңыз дейді. Так.
Оны қалай табамыз? Так. Былай жасайық. Сызықтың ұзындығын табамыз қазір. 59 ғой, бізде. 59 имна аралық 3 екен. Ортада одан бір кем алынды. Яғни 59 тең болу керек. 3 көбейту x және қосылған x азайту 1. X дегендеріміз мына аралықтар. Мына аралық бізде 3 қой. Осындайдан қаншауы бар болса, соғышауыны көбейтемін дедім. И содан бір азайтқандағы 1 сантиметр. Мына 1 сантиметрді көбейткенде бәрібір осы тұра береді. Соған жазамын деп айттым. Енді бізде 59-ымыз тең болады 4x азайту 1. Мына минус орын яққа өтеді. Плюс 1 болып 59-ға 1 қоссақ, 60 тең 4x. Осы жерден x-ті табатын болсақ, x-ім тең болады 15-ке. Яғни біз нені таптық? Мынандайдан 15-і бар екендігін таптық. Мына 1 сантиметрліктен 14-і бар екендігін таптық. 1 сантиметрліктен 14-і 14 болады. Мынандайдан 15-і деппін ғой. Так, 1-ден 15-і 15 болады. 2,5-нан 5-тен 15-і 2,5-ға 2,5, мына жақта да 2,5 бар, мына жақта да 2,5 бар. 2,5 қоссақ 5 болады. 5-тен 15-і 75 болады. Сондай ма? 75 болады. 75-ке 15-ті қоссақ 90. 90-ға 14-ті қоссақ 104 болады. Сонда 20 жауабы D болды бізде. 20 D. Өткен жол шығарылмаған ен, бұл жолы шығара алдым. Значит, логикада кейбір кездері орындалмайды екен, кейбір кездері орындалады екен. 20 бізде D болды. Я? Шынымен де мен өткен жолдан кейін мына есепке қайта оралған жоқпын. Мен өтірік айтпаймын, білесіңдер. Сондықтан да логика керек екен. Бәрібір қалай таптық біз бұл түсінікті ма негізгі есеп? Түсінікті болды ма сендерге? Мына 59 дегенше мына жерде нүкте қойғаны мынандай сызықтардан, сынық сызықтардан жалғасып кете береді деген ғой. Мына жалғасып кете береді дейді, мына жерге келіп тоқтайды дейді. Мына жерге дейін 59 болды дейді. Мен айтып жатыр, мынандай 3 сантиметрліктен мына жерде қаншауы болса да, x болса да, мына бірлер, одан бір төмен болады. Өйткені мынаныкі мынау болса, мынаныкі мынау болса, соңғы мынаныкі мынандай бөлігі жоқ. Сондықтан да x бар болса, x азайту 1 болады ол бөлік. Барлығын қосқан кезде 59 болды. Осы жерден қанша дана екендігін тауып алдым. 15 дана болады екен. Мынау 1 сантиметрліктер 15 азайту 1 14 сантиметр болады. Мына 1 сантиметрден жоғарыдан 15-і бар 15 болады. Сосын мына 2,5 5, 5-тен 15-і бар 75 болады. Барлығын қостым. 104 шықты. Сонымен 20 есепті біз шығардық. Бір есеп қалды. Ол есеп бізде 16-шы. 16-ға қазір келемін. Так. Все. Мына жерге дейін 16 болсын делік. Хорошо. Онда мына бөлікпен мына бөлік 16-ны береді, я бізде. Мына бөлік 16-ны. Мына бөлік тоже 16-ны береді, я. Өйткені өзгерген жоқ еш нәрсе. 32 болды. Бізде мынаның әрқайсысы 3 сантиметрден еді. Сонда мына бөлік 6 сантиметрді береді, мына бөлік 6 сантиметр болды. Жалпы 12 сантиметр. Так, мынау кетті. Бізде не қалды енді? Бізде мына аралық пен мына аралық қалды. Бұл да 3 сантиметрден 6-ны береді. Мына жақтадағы 2 6-ны береді, тағы да 12-ні береді екен. 12 24, 24-ке 32-ні қоссақ 56. Периметр сонда 56 шықты, 16 D. 16 бізде D. Я, все. Что-то менің логикам барған сайын жақсы істеп бара жатыр, я? Түсіндіңдер ма есепке? Әлде қайттан түсіндірейін ба? Есеп түсінікті ма? Так, қалай істедім? Мен айтып жатырмын. Егер де мына жерге дейін 16 болатын болса, онда мына аралық и мына аралық бізде кетті. 16 болады. Мына жағында тура сондай бар. 16. Қанша болды ол? Ол бізде 32 болды. Мына жасылмен белгілегеннен көрдіңдер ғой, түсіндіңдер ғой. 32.
Енді мына жерді қараңдар. Мынау бізде, егер де мына аралық бізде 12 болатын болса, онда мына аралық бізде 12-ні береді. Тура сол секілді мына жағы тоже 12-ні береді. 12-ке 12-ні қосамыз, 24 болады. 32-ке 24-ті қоссақ, 56 болады екен. Түсінікті ма? Ағай, маған екінші зумның ссылкасы жаңа ғана келді. Сет дұрыс ұстама жатыр менде дейді. Іштен кетпейді, Нұржан. Бұл есепті, бұл нетте қазір пауза басамыз. И YouTube-қа сақтайтын боламыз. Мен бірінші записті тоқтатып алайын қазір. Пауза